Құрметті тыңдарман, Өмір-ай арнасының бүгінгі әңгімесін тыңдап қолдай отырыңыздар. Әңгіме соңында кейіпкерімізге өз ақыл-кеңестеріңізді, өмірден түйген білгендеріңізді жаза отырыңыздар. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз оқырмандарым үшін маңызды. Ал біз әңгімені бастаймыз. Мен Қарағанды өңірінде 1982 жылы жаз айында өмірге келіппін. Ата-анамның тұңғышымын. Менен кейін 2 сіңілім бар. Анам жастайынан жетім өскен екен. Өмірдің сан қилы қиындықтарына сынбаған, еті тірі, пысық жан еді. Ал әкем кезінде колхоз директорының ұлы, ауқатты отбасынан шыққан, жоғары білім алғысы келмей, орта біліммен колхозда қарапайым жұмысшы болған екен. Анам екеуі кездескенде жастары ұлғайып, 30-ды озып тұрған шақтарында бір-бірін ұнатып, отбасын құрады. Алайда атамның туыстары, бұл қыз әулетімізге келін болуға лайықты емес деген сөздеріне қарамай, дүркіретіп той жасап, екеуін үйлендіріпті. Сөйтіп, ауданнан үй алып, еншілерін беріп, бөлек жіберген екен. Араға көп уақыт салмай, мен дүниеге келіппін. Ата-анам ауданы 25 километр қашықтықтағы ауылда тұратын ата-апама мені көрсетуге алып барғандарында, апам марқұм, мен алып қаламын, бауырыма басамын деп еміреніп, анама бермей қойыпты. Анам үндеместен көзінің жасын бір сығып алып, сыртқа шығып, көлікке сүйеніп, жылап тұрғанда, әкем үйге кіріп, апа, бұл менің 30-да көрген қызығым, көптен күткен қуанышым. Жұмыстан шаршап келгенімде, қызымды бір иіскесем, бар шаруам басылады. Оны иіскеп сүйіп ұйықтамасам, көңілім көншімейді. Мені кеш келген қызығымнан айырма деп, құндақтағы мені алып, анамның қолына ұстатқан екен. Осылай мен шал кемпірдің қызы болмай, өз ата-анамның бауырында өскен екенмін. Әкем анда-санда ащы судан ұрттағаны болмаса, тамаша жан еді. Ішіп алған кездерінде мүлдем ақ көңіл болып кететін. Көшедегі баланың барлығына тәттісі бар ма, конфеті бар ма, қолдарына ұстатып таратып шығатын. Тұңғыш бала болғандықтан ба, ата-анам мені ерекше жақсы көрді. Бала демей менімен үлкен адамша ақылдасып, ойымды сұрап отыратын. Осы себепті болар, мен өте ақылды, салмақты қыз болып өстім. 1999 жылы 11-ші сыныпты аяқтап, Кармуның жоғары оқу орнына мұғалімдік мамандығына оқуға түстім. Ауылдағы 1-2 сыныптас достардың қыздарымен бірге ата-анам пәтер жалдап беріп, оқу басталғанда сонда тұра бастадық. Оқу үлгерімім мектеп кезінен жақсы болатын. Мұнда да тек оқуға ден қойдым. Өзім тартымды, ақ құба, қасы көзім қиылған, шие ерін, қос бұрымды, кербез сұлу едім. Оқу орнымда талай жігітті тамсандырып, сөз сылғандармен дос болып қалайық деп сыпайы қайтаратымын. Өйткені менің ұстанымым, ата-анам секілді бір-бірімізді шынайы сүюіміз керек деп ойлайтынмын. Бір адамның сүйгені 2 адамға жеткіліксіз деп, өзімді сүйген, өзім сүйген жанмен ғана бірге боламын дейтінмін. Осылай жүріп, 3-ші курсты аяқтаған кезде, бір кеште Бауыржан есімді жігітпен таныстым. Баука бір көргеннен көзге түсетін, өте сымбатты жігіт еді. Оны алғаш көргенде-ақ жүрегім дір ете қалды. Ыстық толқын бойымды шымырлатып, жүгіріп өткендей болды. Жалғыз мен ғана емес, Баука сол кештегі талай қыздың жүрегін жаулап алған еді. Алайда мен Бауыржанды ұнатып қалғанымды, ішкі сездерімді ешкімге білдірмедім. Кеш соңында Бауыржан бізді пәтерімізге дейін шығарып салуға ұсыныс жасады, жанымдағы құрбылармен. Қарсы болмадық. Содан Баука 2 досымен бізді үйге дейін шығарып салды. Кетерінде маған қарап, Сәлима, ертең кешке шыға аласың ба? Біраз серуендеп қайтсақ, қарсы емессің бе?
Дегенде екі бетім ду етіп ысып шыға келді. Құрбыларым, Сәлима, иә десеңші, неге ойланып сызылып қалдың деп жымыңдап күлді. Мен келісімді бердім. Сөйтіп, свиданияға келетін уақытын айтып, қолымнан ақырын қысып, қоштасып, достарымен қайтып кетті. Сол түні жүрегім атша тулап, Бауканың бейнесі көз алдымнан кетпей, ғашықтықтың тәтті сезіміне елітіп, қиялдап жатып, ұйқыға кеттім. Ертесіне таңертең ерте тұрып, сабаққа кеттік. Сол күн мен үшін өте ұзақ секілді көрінді. Сабақтан соң үйге келе салып, жуынып, шайынып, кешке киетін киімдерімді дайындап, кештің батуын асыға күттім. Күн айналасын қызыл шуаққа бөлеп батып бастаған уақытта Бауыржан да келді. Мен онымен кездесуді ынтыға күтсем де, кішкене кешігіп шықтым. Сол кеште Баукамен жақын танысып, кешкі қаланы қыдырып, балмұздақ жеп қайттық. Баука мені пәтерімізге әкеліп салып, кетерінде бал ернімнің дәмін татты. Бұл менің жігітпен алғаш сүйісуім еді. Тұла бойым талықсып, оның құшағында сезімге бой алдырып, дәрменсіз күй кештім. Сол алғашқы кездесуден кейін Бауыржансыз өмір сүре алмайтынымды білдім. Уақыт өткен сайын оның жанында өзімді ұстай алмайтындай дәрежеге жеттім. Осы күйімнен қорқып, бұл сезімдеріме тосқауыл қоймасам, тұрмысқа шықпай жатып, пәктігімнен айырылып, аяғым ауыр болып, ел жұртқа масқара болармын деп, кезекті кездесуде өзім сүйіп қалап тұрсам да Бауыржанға қарым-қатынасымызды осы жерден тоқтатайық дедім. Сөйтіп едім, Бауыржан, Сәлима, мен сені бір көргеннен ұнатып сүйіп қалдым. Сен де мені сүйесің ғой. Бұл шынайы махаббат. Неге біз қарым-қатынасымызды тоқтатуымыз керек? Мен саған үйленгім келеді. Әлде маған сенбейсің бе деп ашулана сөйледі. Оның маған ренжіген ашулы жүзіне қарап, ештеңе дей алмадым. Осылай арада 3 ай уақыт өткен соң, мен ғашықтық сезімнің жетегінде кетіп, Бауыржанға пәктігімді сыйладым. Болары болып, бояуы сөнген соң, өкінуім кеш еді. Осылай жігітімен ерлі-зайыптылар секілді қарым-қатынасымыз жалғаса берді. Мен оған сеніп, екеуміз бір-бірімізді құлай сүйдік. Университетті аяқтаған соң, екеуміз ата-аналарымызды таныстырып, отбасын құрдық. Тойымыз өткен соң, енем, ауылда жұмыс жоқ. Біз секілді қарайып отырып қаласыңдар. Болашақтарыңды ойлаңдар, жұмыс істеңдер, деп бізді қалаға жіберді. Студенттік өміріміз өткен қаламызға қайта келіп, пәтер жалдадық. Мен өз мамандығым бойынша мектепке мұғалім болып, жұмысқа орналастым. Ал Баукаға қолайлы жұмыс табылмады. Сөйтіп, ол мені сіңлілерімнің жанында пәтерде қалдырып, өзі Көкшетаудан бір жұмыс табылып, соңында жолға шықты. Жұмысқа орналасып, пәтер жағын реттеген соң, мен алып кететін болып келістік. Алайда осы жерде басыма үлкен сынақ түсерін білмеген екенмін. Тамыздың соңында жұмыста медициналық тексеруден өтіп, флюорографиядан өткенімде, мұндай дерт менің басыма түседі деп, үш ұйықтасам, түсіме кірмеген екен. Өкпем суықтап, туберкулез дертіне шалдыққанымды білдім. Мұны білгенімде өмірім осы жерде үзілгенде күй кештім. Дәрігерлер арнайы ауруханаға жатып, ем алу қажет деді. Оқшаулаймыз, бала да көтеруге болмайды деді. Жанымда арқа сүйер ер азаматым жоқ. Оны шақыртуға қарсы болдым. Өйткені бұл дертім оған да жұғып кетеді ме деп қауіптендім. Содан анам келіп, мені ауруханаға жатқызды. 8 ай бойы осы түрлі химиялық препараттарды қабылдадым. Осы уақыт аралығында мойныма 5 шығып, туберкулез диспансерінде жатып алдырттым. Өліммен бетпе-бет келгенде, өз-өзіме күш-жігер беріп, күндіз-түні Алладан дертіме шипа тілеп, 1 жыл уақыт аралығында аурудан айығып,
құр сүлдерімді сүйретіп, ауруханадан шықтым. Адам танымастай өзгеріп кеткен едім. Аурудың беті қайтқан соң, жаныма жолдасым оралды. Оның жаныма келгені де маған көп күш-жігер беріп, бетім бері қарап, дәрі-дәрмекті қабылдауымды тоқтатқан кезде бойыма бала бітті. Аяғым ауырлап іштей бір қуаныш сезім биледі. Алайда бұған дейін алған ем, организмім әлі әлсіз, жаранама зияны болмас па екен деген күмән да болды. Дәрігердің кеңесіне жүгінген кезімізде, олар баланы алдырту керек деп айтқандарында, көңіліміз түсіп, жанарымыз жасқа шалынып, дәрменсіз күй кештім. Үмітіміз, өміріме шуағын шашқан жолдасым екеуміздің махаббатымыздан жаралған шарананы өз қолымызбен өлімге қимай, іштей қатты күйзелдік. Тек кейін әйелдер дәрігері, Сәлима, бала ем алып болған соң бойға бітсе, қорқудың қажеті жоқ. Босанғанша бақылауымызда боласың. Тіркеуге алып, өзіміз бақылаймыз дегенде қатты қуандық. Сөйтіп тіркеуге тұрып, өз-өзімді күте бастадым. Ай сайын анализдерімді тапсырып, дәрігердің бақылауында жүрдім. Межелі уақытым келгенде шекесі торсықтай. Дені сау тұңғыш ұлымыз дүниеге келді. Босанарда ұзақ толғатып, өз күшімен босана алмайтын болған соң, кесір тілігін жасаттық. Қанша қиналсам да ұлымның дені сау болып туылғанына қуандым. Бұл кезде күйеуім әлі өз мамандығымен жұмысқа тұра алмаған болатын. Әр түрлі табылған жұмыстарды істеп жүрген еді. Үйде студент бауырларымыз бар. Тапқанымыз тамақтан артылмайтын. Ата-анамыздан сұрай беруге тағы ыңғайсызданатынбыз. Жас отбасының біраз қиыншылықтарын көріп келе жатқан едік. Мен босанғаннан кейін Баука тұрақты жұмысқа тұруға әрекет етіп, 40-мыздан шыққаннан кейін полицияға жұмысқа тұрды. Алайда Бауканың жасы 21-де болса да, жас бала секілді. Үйден бұрын жеңіл көлік алуды армандап жүрді. Тұңғышымыз ата басына тиесілі, сол кісілерге береміз деп, менімен ақылдаспай, енеме, немереңізді бауырыңызға басамын десеңіз, алып кете беріңіз депті. Бұл кезде ұлымның аяғы шығып, тәй-тәй басып жүрген тәтті кезде еді. Мұны естігенде жүрегім шым ете қалды. Өз отбасында ұл бала болмаған, кілең қыз едік. Ұлыма менің әке-шешемде шығарда жаны бөлек болып, жиі келіп, бар тәтті мен жақсысын алып келіп, қолдарынан тастамайтын. Анам да маған, Сәлимаш, Баука екеуің жассыңдар. Баламен қашанғы жалдамалы пәтерде көшіп қонып жүресіңдер. Баланы маған тастап алаңдамай, жұмысыңа шыға берсеңші. Екеуің де мемлекеттік қызметтесіңдер. Жас отбасы болып үй алыңдар, жағдайларыңды жасаңдар деп, ұлымды ауылға алып кеткісі келді. Бізге бер деп ашып айта алмаса да, іштен мұны сезетін едім. Бөтен емес, ата-анамыз болса да, бауыр етім баламды екі жаққа да беруге қимадым. Сөйтіп, ұлым үшін арада келіспеушіліктер болып, жолдасыммен қатты сөзге келіп қалдым. Ашу дұшпан, ақыл дос дегендей. Ойланбай ұлымды алып, екі сіңіліммен бөлек пәтер жалдап кетіп қалдым. Алайда күйеуіммен кетіп қалғаныма көп ұзамай-ақ өкіне бастадым. Арада бала болғаннан кейін тек өзімді ғана ойламай, баланың да жағдайын ескеру керек екен. Күйеуімнен екі сіңіліме сеніп кеткен едім. Жұмысқа шығып, балаға екеуі кезектесіп қарайтын болған еді. Сөйтсем, ананың жағдайын ана болған адам ғана түсінеді екен. Екі сіңілім студент еді. Біреуі таңертең, екіншісі кешкі бөлімде оқитын. Мен таңертең кіші сіңіліме ұлымды тастап кететімін. Мен келгенше ол, сабаққа кеткенде үлкен сіңілім баланы алып қалатын. Бастапқыда екеуі ұлыма жақсы қарап жүрді. Бірақ уақыт өте келе, екеуі кезектесіп қыдырып, жұмыстан келсем, үй жиналмаған, ыдыс жуылмаған,
Баламның памперсі ауыстырылмаған, қарны аш болып отыратын. Ал сіңлілерім ұйықтап жататын. Осы кезде сіңлілеріме, сенген қойым сен болсаң, күйсегеніңе болайын деп ренжідім. Өзіме де обал жоқ деп іштей, осыларға сеніп, ұлымды әкесінен айырмақ болдым. Болмайтын жерде ашуға бой алдырып, сүйіп қосылған жарымнан кетіп қалдым. Бұлар ертең түк болмағандай, бір-бір жігіттің етегінен ұстап кетеді. Сол кезде жалғыз басым, ұлымды тірі жетім етіп аламын ғой деп, қалың ойға шомдым. Осы кезде телефоным безектей жөнелді. Алып қарасам, Баука екен. Ол менің осы күйімді сезгендей хабарласыпты. Оның дауысын естігенде жылап жіберуге шақ қалдым. Сенсіз өмір сүре алмаймын, алып кетемін деп айтатын шығар деп, кеудемде үміт оты жылт ете қалды. Алайда күйеуім, екеуміз тұрған пәтерді өткіземін, киім-кешегің қажет болса алып қал деп айтпақшы екен. Мұны естігенде жылт еткен үмітім қайта сөніп, жасаған қателігіме өкініш өзегім өртей бастады. Амал жоқ, орнымнан тұрып, баламды тамақтандырып, киіндіріп, бұрынғы пәтеріме қарай жолға шықтым. Таксиден түсіп жатсам, аулада Бауыржан мені күтіп отыр екен. Бізді көре салып, орнынан атып тұрып, келе сала ұлымызды қолына алып, мейірлене құшып сүйіп жатыр. Қатты сағынып қалған екен. Сөйтіп екеуміз пәтерге кірдік. Пәтердегі өз киімдерімді ақырындап жинап, жол сөмкеме салып жинастыра бастадым. Бір кезде Баука артымнан келіп, мені қапсыра құшақтай алды да, құлағыма, жаным, сені қатты сағындым дегені сол еді. Мен де әзер тұр едім. Оның мойнымды шарпыған ыстық деміне денем күйіп жанып бара жатқандай, құшағына құлай бердім. Мен де оны қатты сағынып қалған екенмін. Екеуміз бір-бірімізді үнсіз ұғысып, құшақтарымыз айқаса кетті. Арадағы бір жыл өткендей, сағынышымызды баса алмай, ұлым оянып, қыңқылдай бастағанда ғана есімізді жидық. Сөйтіп, екеуміз бар қателігімізді түсініп, екеу ара оңашада сөйлесіп, қайта қосылдық. Осы бір қиындықтар бір-бірімізге сабақ болғандай еді. Сөйтіп, қыс түсе, жан-жаққа шашыраған бауырларымызбен үлкен пәтер жалдап, қайта тұра бастадық. Дегенмен отбасы болғалы, оңаша өзімізбен өзіміз тұруға мүмкіндік болмады. Оның ауылдан жіберген студент інілері бар, менің студент сіңілерім бар. Сонымен олар балама алма кезек қарап, арасында тәтем келіп қарасып жүрді. Енем, ұлдарыңды бермедіңдер, енді өздерің қараңдар деп қараспай қойды. Алайда бұлай неге ренжейтін түсінбейтінмін. Өйткені енем өз мамандығы бойынша ауданға жұмысқа ауысқан еді. Жедел жәрдем дәрігері болып жұмыс істейтін. Үнемі вызовта, болмаса оқып жүретін. Ұлымды алған күнде де оған қалай қарамақшы. Соны түсінбейтінмін. Осылай жанталасып жүргенде ұлым 2 жасқа толды. Осы кезде балабақшамен сөйлесіп, ұлымды бақшаға бердім. Жолдасым екеуміз таңертең ерте баланы бақшаға тастап, 2 жаққа жұмысқа кетеміз. Кешке бір-ақ келеміз. Кейде жолдасым түнгі жұмысқа шығып кетеді. Содан таң ата келіп шаршап құлайды. Екеуміз кейінгі кездері бір-бірімізбен шүйіркелесіп отырып, кешкі ас суды сирек ішетін болдық. Қазір ойлап қарасам, сол кездері жұмыс деп, күйеуіме көп көңіл бөлмеген екенмін. Қанша шаршап тұрсам да, ол келгенде ас суын беріп, жанына отырып, жұмысын, жағдайын сұрамайды екенмін. Тек әйел деген атым ғана емес, жанашыр дос, сырласы бола алмаппын. Кейіннен әйел адам сезімтал болады емес пе? Оның басқа біреуі бар секілді екенін сезе бастадым. Алайда көзбен көріп, қолмен ұстап алмағаннан кейін күмәндарымды ішке тұншықтыра бердім. Өйткені бұл кезде мен үшін үй алу мәселесі басты орында болатын.
Содан жүгіріп жүріп, арада 5 жылдай уақыт өткенде, арманым орындалып, үкіметтен ипотекаға үй алдық. Осы кезде қуанышымда шек болмады. Өйткені жалдамалы пәтерде көшіп қонып жүруден әбден шаршаған едім. Қыс айында өз пәтеріміздің кілтін алып, ата-енем, қайынәпкемнің келуі, Бауыржан барлығымыз барып алдық. Үйдегі бөлмелерді аластап, шашуымызды шашып жатқанда, эмоцияға беріліп, жолдасымды құшақтап, бетінен сүймек болғанымда, досынан кеудемнен итеріп жіберді. Одан мұндайды күтпеген мен сасып қалдым. Алайда оның мұнысын ата-анасының алдында ыңғайсызданғаны болар деп мән бермедім. Кеудемді кернеп тұрған қуаныштан бұл жағдайды тез ұмытып кеткен едім. Бар ойым, енді өз баспанамыз бар, енді өміріміз өзгеше болады. Үйдің ішін толтырып, жолдасыма көбірек көңіл бөлетін боламын. Қарым-қатынасымыз жақсарады деп үміттендім. Алайда бұл кезде барлығын өзгертуге кеш қалғанымды білмеген екенмін. Жолдасымның жап-жасы бір қызбен әуейі болып жүргенін бір күні кездейсоқ ұялы телефонына келген хабарламасынан көріп қойдым. Сонда Баука барынша ақталып, сәлемаш, ол әншейін менің бір әлсіздігім. Сен жұмысбасты болып, үй аламыз деп, ары-бері шапқылап, маған мүлде көңіл бөлуді қойдың. Осы кезде әріптестерімізбен мерекелік іс-шарадан кейін сол қыздың пәтерінде қалай оянғанымды білмей қалдым. Мен сені ғана, баламның анасын жақсы көремін. Ол қызбен жай нәпсімнің қажеттілігінен кездестім. Барлығын қойдым, жаздым, жаңылдым деген соң, оған сеніп кешірген едім. Екеуміздің қарым-қатынасымыз жақсарғандай болып, екінші ұлыма аяғым ауырлады. Алайда әлгі қыз күйеуімнің қарсы соңынан қалмады. Жолдасым маған білдіргісі келмегенімен, іштей сол қызға барып жүргенін сезетімін. Қатты қорланып, барлығын тастап, ажырасып кеткім-ақ келді. Екінші рет жолдасымен сөйлескенімде, ол баланы алдырта сал, кеткің келсе кете бер, деп, ендігі сол көңілдесімен ашық түрде жүре бастады. Ол қыздың да есіргені соншалық. Маған неше түрлі хабарламалар жазып, келе кететін болды. Сен неменеге Бауыржанға жабысып отырсың? Сені сүймейді, жаныңа да жатпайды ғой. Басын босатсаңшы, дейтін. Мен ашуланып, сені шын жақсы көрсе, барлығын тастап, баяғыда кетіп қалар еді. Мен оны ұстап тұрған жоқпын, деп, екеуміз неше түрліні жазып, ұрсатын болдық. Күйеуім болса, екі ортада адасып жүрді. Мен не істерімді білмедім. Бір рет кетіп көрдім. Енді ғана үй жайға қол жеткізіп, өміріміз реттеледі ме дегенде, неге мен кетуім керек? Әлі өмір есігін ашпаған іштегі сәбиімнің жағдайы не болмақ деп көп ойландым. Болмаған соң жолдасымның бұл қылығын ата-енеме айттым. Өйткені жалғыз өзім мына жағдайымды күресуден шаршаған едім. Ата-анасын тыңдайтын шығар, есін жиятын шығар деп ойлаған едім. Әрине енем жолдасымның жер-жебіріне жетіп ұрысты. Алайда Бауыржан екі көзін шел басқан адамдай қатты өзгерді. Ата-анасында тыңдамай, өзін білдіге салып жүре берді. Мені тастап кетейін десе, атында ипотекадағы үйі бар, аяғым ауыр, оны да ойлап аласұрды. Сол кездердегі оның маған деген суық жанары, опасыздығы мені тірідей өртейтін. Содан бір күні әлгі қызға, қарағым, сен босқа қиялдама, менің екіншіме аяғым ауыр. Есің барда еліңді тап дедім. Мүмкін кішкене болса да миы бар, намысы бар болса, жолдасымды жайына қойып, ар ұяты оянып кетер деп ойладым. Сөйтіп едім. Арада 5 минут өтпей Баука хабарласып, әлгі қыздың көзінше соны сүйетіндігін айтты. Осының барлығы маған ауыр тиді. Жүктілігіме 4-ші ай болған болатын. Аяқ астынан бірден ыстығым көтеріліп, сұлқ құладым. Үйде студент, қайным болатын.
Ол сұлап жатқан мені көріп, жан ұшырып, ағасына хабарласып, ашуланып: «Сен не істеп жүрсің өзі, ә? Жеңгем есінен танып құлап қалды. Тез үйге жет» деп, жедел жәрдем келгенше, күйеуім үйге құстай ұшып келді. Уксусты суға тамызып, денемді сылап, есімді жиғызғанша, жедел жәрдем де келіп, ыстығымды түсіріп, күйеуіме: «Әйеліңіздің аяғы ауыр, оған күтіну керек. Мұндай кезеңде оған жақсы қарау керек. Шаршатпаңыздар. Көңіліне келетін ауыр сөздер айтпаңыз. Әйеліңізге көп көңіл бөліп қараңыз» депті. Мен ыстығым түспей жатқанда сандырақтап, жолдасымның атын атап, ол опасыз, сатқын деп айта беріппін. Әлден уақытта есімді жисам, үйдің іші ала көлеңке, жанымда басын ұстап, көзі жасаурап жылап күйеуім отыр. Менің көзімді ашқанымды көріп қуанып кетті. Сөйтті де: «Сәлимаш жаным, кешірші мені» деп, жаныма жақындап құшағына қысып, кешірім сұрады. Осы кезде баяғы Баукең қайта оралғандай болды. Қанша қателесті, опасы жасап, жанымда ауырса да, мен оны сүйетін едім. Оны ешкімге қимадым. Жанымда болғанын қаладым. Сол түннен кейін ол менің жүкті екенімді енді ұққандай. Алақанына салып аялай бастады. Екеуміз алғаш танысқандағы қалпымызға қайта түскендей едік. Зинаның күнәсі үлкен дегендей, соның салдары ма, жолдасымның басына сынақ түсіп, істі бола жаздады. Осы кезде жанындағы жанашыр жандардың қадірін түсінді. Ата-анасы мен бауырлары шырылдап жүгіріп жүріп, оны бір істен аман алып қалдық. Түрмеге тоғытыла жаздап, әупірім деп жүріп, басын арашалап алдық. Бар ойымыз осы жаққа ауып, әлгі көңілдес ұмыт бола бастады. Бауыржанның басына қиындық туғанда достары іріктеліп, көңілдесі де әзім-ғайым жоқ болған еді. Жүктілігіме 7 ай болып қалғанда, мектепте 8 наурыз мерекесіне іс-шара болды. Сонда отырсам, телефоныма баяғы күйеуімнің көңілдесінен хабарлама келіпті. «Вы что решились с Баукай?» деп жазып жіберіпті. Қандай арсыз қыз еді өзі. Мен өз-өзімді ұстап, көңіл күйімді бұзбадым. Сабырлы қалпымды сақтап үндемедім. Іс-шара аяқталуға жақын қалғанда, күйеуіме хабарлама жаздым. Қолымда оқушылардың сыйлаған гүл шоқтары мен сыйлықтары бар, мені жұмыстан алып кетші деп едім. Жолдасым көп уақыт өтпей мектептің алдына келді. Қолымдағы гүл мен сыйлықтарды алып, көліктің артына салды да, алдыңғы есікті ашып, мені отырғызды. Көлікке отырған соң мен әлгі қыздың жазған хабарламасын жолдасыма көрсетіп: «Сенің қандай шешімге келгеніңді білмейтін секілді ғой» деп едім. Бауыржан маған қарады да: «Сәлима, ол біткен әңгіме ғой. Ол қыз енді не істерін білмей, әдейі сенің жүкеңе тигісі келіп жазып жүргені болар, қойшы оны» деп еді. Мен осы жерде бұл әңгімеге соңғы нүктесін қойғым келді. Бауыржан, сен оны шын сүйесің бе? Ұмыта алмай қиналып жүрген болсаң, мен өз еркіммен арыз жазып берем. Сені босатам. Ешкімге жыламаймын. Осынша қорланғаным да жетер. Сенің көңілдесіңмен арпалысатын шамам жоқ. Енді өзімді, іштегі баламды ойлауым керек. 2 баламен мені тастап, бақытты боламын десең, осы жерден шешім қабылда. Менің шыдамым бітті. Осының нүктесін қой қазір. Тағы 3 айдан соң, болмаса жарты жылдан соң, бұл қыз жайлы естігім келмейді. Мені мазалаушы болмасын деп, нақтылап, шегелеп тұрып айтып едім. Мені үнсіз тыңдап келе жатқан күйеуім әлгі қыздың нөмерін теріп, дауысын шығарып қойды. Ар жақтан «Алло» деп сызылып жауап берген әлгі арсызға: «Сен айтқан сөзді ұқпайтын қандай адамсың? Енді менің әйелімді мазалаушы болма. Тағы бір мазалайды екенсің, ісім сенімен болсын» деп қатты-қатты айтып тастады. Содан кейін әлгі арсыз маған хабарласпайтын болды. Кейін Астана қаласына
жұмысын ауыстырып, көшіп кетіпті деп естідім. Межелі уақытым келіп, екінші рет кесір тілігімен ұл босандым. Экстренный болғаннан кейін бала тұншығып, өзім де біраз қиналдым. Осы кезде қатты қиналып, әр әйелде болатын босанғаннан кейінгі күйзеліске түсіп кеттім. Жаңа ғана дүние есігін ашқан сәбиіме де қарағым келмеді. Жүректе маған опасыздық жасаған күйеуіме деген ашу, ызаға булығып, осы кезде барлығы шыға бастады. Аяғым ауыр кезде барлығын ішке жұта берген едім. Соның барлығы босанған соң сыртқа шықты. Өз-өзімнен отырып егіліп жылайтынмын. Дәрменсіздігіме, әлгі қызбен жолдасымның қорлықтары есіме түсіп, бір жылап, бір ашуланып, өз-өзіме келе алмадым. Ал Бауыржан болса, әкелік мейірімі бірінші ұлға қарағанда екінші ұлға оянды ма? Маған жаным, күнім, ұлым үшін рахмет деп, естен тана хабарламалар жазып жатқанда, маған барлығы бәрібір сияқты болып кетті. Дел-сал болып жүре бердім. Ұлым қысылып туғаннан 12 күн дәрігерлер 2 мезгіл дәрі егіп жүрді. Бір күні есеңгіреп жүріп, балалар бөліміне барғанымда, дәрігерлер ұлымды шырылдатып, денесінен тамырын таба алмай жатқанын көргенде, шырылдаған сәбиімнің даусынан бірден есімді жиып алдым. Аналық мейірім оянып, жүрегім тарсылдап қоя берді. Ұлымды қолыма алып, мейірлене иіскеп, омырауымды бергенде, денесіндегі медбикелердің саусақтарының іздерін көргенде, жаман ойлардың барлығы ұмыт болды. 2 апта перзентханада жатып, ұлымның денсаулығы қалпына түскенде, балапанымды аман-есен қолыма алып үйге шықтым. Үйге келген соң өміріміз өзгеріп сала берді. Жолдасым, Сәлимаш, мен сенің алдыңда үлкен айыптымын. Сен мені түсінбей, тыңдамай жүргенде, әлгі мен қалай жақындасып, сырлас болғанымды білмей қалдым. Оны жақсы көріп қалдым деп ойладым. Ал шындығында ол тек нәпсімді қанағаттандырғаным екен. Менің шынайы махаббатым сенсің деп, жолдасым балаларымен менің асты-үстіме түсетін болды. Алайда көңілдегі күдік пен күнәм, сенімсіздік бірден жойылмайды екен. Уақыт барлығына емші дегендей, тек уақыт өте келе ғана жан жарасы жазыла бастады. Жолдасым көңілімді қалай суытса, сол баяғы ақ-адал сезімді өзінің махаббатымен, қамқорлығымен арамызда қайта орнатты. Мен де оның маған деген қарым-қатынасы өзгеру үшін, мен де өз-өзімді өзгертуім керек деп, өз-өзіме жұмыс істей бастадым. Мен өзгере бастаған соң, күйеуімнің маған деген жалындаған махаббаты қайта оянды. Мен де оған бұрынғыдай сеніп, өмірімді қайта бастадық. Не болса да, қандай қиындықтар туса да, екеуміз ақылдасып, бірге шешуге, бір-бірімізге уәде бердік. Бір-бірімізге кешірімді болдық. Қателіктерімізді түсіндік. Балаларымыздың алдындағы жауапкершілікті тең сезіндік. Өмір күрес болса, сүйіктінің қателігін кешіріп, нәпсісін жеңе алмай, Алла алдында күнәһар болып қалғаны жаныма батса да, мен өз отбасымды сақтау үшін күресіп келем. Мен толыққанды отбасында өстім. Менің балаларым да толыққанды отбасында өсуі керек. Оларды әкелерінен айырмадым. Өзім ажырасуға арыз бермеймін. Ажырасқысы келсе, өзі барып арыз жазсын. Ұлдары ержеткенде, неге ажырастыңыздар деп сұраса, мен әкелерінің барлық ісіне шыдап, көз жұма қарағанмын. Әкелерің өзі кеткен деп айтамын деп, жолдасымның өзіне де айтқан болатымын. 2017 жылдың қыс айында жол апатына түсіп, аяқ астында сөйтіп үйде гипспен 8 ай жатқанда, оны ата-анасына апарып тастап кетпедім. Қанша қиналсам да сыр бермей, жұмыс та істеп, оның жағдайын да жасап, аяққа тұрғыздым. Қазір үлкеніміз 1-ші курс студенті. 2 ұлымнан соң қызды болдық.
Алла ұлық қой, тілегеніңді ниетіңе қарай береді екен. Кейде осының барлығына шыдағаным дұрыс па деп ойлайтын кездерім болады. Бірақ ішкі эго дұрыс екенін айтады. Күресудің де ақылды жолдарын білу керек екен. Еркекті ақылмен, сабырмен ғана ұстай алады екенсің. Есті, санасы бар еркек барлығын түсінеді. Қыздай алған жарын жас кезінде ыстығына да, суығына да шыдаған. Балаларының анасын қадірлейді. Осы себепті әлгіндей арсыз қыздарға айтарым: отбасылы еркекті ажыратып алып, біреудің көз жасына қалып, бақытты боламын деп ойламасын. Ал менің жайымдағыдай жайттар отбасыңызда болған болса, күйеуіңізді шын сүйсеңіз, ондай арсыз қыздарға бере салмаңыз. Өз бақытыңыз үшін күресіңіз дегім келеді. Ішімдегі тұнып тұрған сырымды тыңдай білгеніңіз үшін сізге алғысым шексіз. Біреуді тыңдай білу, сыр шашпау, оны әдемі етіп, әсерлеп жаза білу екінің бірінің қолынан келе бермейді. Қазіргі уақытта Аллаға шүкір, барлығы жақсы. Жолдасым отбасы құндылықтарын бірінші орынға қояды. Балалар да әкелерін жақсы көреді, сыйлайды, құрметтейді. Күйеуім үлкен бастық болып көтерілді. Мен оның жанында демеушісі, кеңесшісі, қолдаушысы болдым. Әрбір жетістікке жеткен ер азаматтың артында ақылды әйел тұрады демекші. Осы орайда енеме де алғыс айтқым келеді. Мені қолдап, ақыл кеңесін айтып, ұлын жөнге салуға тырысты. Ер азамат ретінде қатарымызда жолдасым өте сыйлы. Қазіргі таңда намазға жығылған, қайырымдылықпен көп айналысады. Жасымыз 40-тан асып бара жатса да, бір-бірімізге деген сүйіспеншілігіміз сыйластыққа ұласуда. Уақыт емші, Алла жәрдемші, естуші, көруші. Алла пендесін кешіре білгенде, кешірмейтін біз кімбіз? Барлық әйел бақытты болуға лайықты деп, кейіпкеріміз әңгімесін аяқтайды. Құрметті оқырмандарым, өз ойларыңызды, пікірлеріңізді төменге жаза отырыңыздар. Тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі әңгімелерді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар.